Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырып қазақ халқының шығу тегі. Қазақ халқының арғы бабалары сақтар, ғұндар және түркі тайпалары болып саналады. Бұл тайпалар көшпелі өмір сүріп, мал шаруашылығымен айналысып, кең далада өмір кешкен. Және олардың өмірі осы кітапта жазылған. Уақыт өте келе, осы тайпалардың мәдениеті мен дәстүрлері бірігіп, қазақ халқы қалыптасты. Осылайша біздің ұлы тарихымыз басталды. Өткен замандардағы тарихи оқиғаларды шатастырмай оқу үшін бізге уақыт тізбесі мен қазақ хандығының картасы көмектеседі. Уақыт тізбесі тарихи оқиғалардың қай кезде болғанын ретімен түсінуге мүмкіндік береді. Солай ма балам? Әрине ата. Әлемдегі көп елдер жыл санауды Иса пайғамбар дүниеге келген уақыттан бастайды. Христиандардың пікірінше, Иса Мәсіх дүниеге келген жыл бастапқы күн болып саналады. Одан кейін болған оқиғалар біздің заманымызға жатады, ал оған дейінгі оқиғалар біздің заманымыздан бұрынғы деп аталады. Қорытындылай келе, қазақ халқының шығу тегін білу өз тарихымызды түсінудің маңызды бөлігі.